Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөз. Өткен сабақты еске түсіру үшін бейне жазбаға назарымызды аударамыз. Дана, осы суреттердің ішінен бір-біріне ұқсас заттарды тауып берші. Ұқсас ештеңеде жоқ. Солай ма? Ендеше әр суреттен не көргеніңді айтып көрші. Бұрыш, ара, жаз, ұста, ара, ұста, бұрыш, жаз. Ара, бұрыш деп екі рет айттым ба? Иә, сен ұста, жаз деп те екі рет айттың. Ұста жұмыс деп жатыр. Тұтқаны ұстады. Жаз мезгілі. Маған хат жаз. Аға, олар неге бірдей аталады? Бір-біріне қатысы бар ма? Сеніңше қалай? Еш қатысы жоқ сияқты. Иә, бұларды әртүрлі мағыналы сөздер деп атайды. Барлық тілде де дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер кездеседі. Мысалы, бұрыш, ара, ұста, жаз. Менің атым Дана. Мынау менің атым. Қайталайық. Әртүрлі мағыналы сөздер. Тілімізде дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер болады. Ол мағыналардың бір-біріне қатысы болмайды. Мысалы, ұста жұмыс істеп жатыр. Тұтқаны ұста. Жаз келді. Маған хат жаз. Оқулықпен жұмысымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Ақлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам. Сүтті қайнатып, ерітіп, ақ ірімшік етіп алады да, ыстық қалпында оған май салып араластырады. Ақлақты қарттар мен сәбилерге береді. Балалар, бұл мәтінде қарамен берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөз табамыз. Содан кейін қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріп көреміз. Балалар, ақлақ дегеніміз ол қойдың сүтіне жасалатын дәмді тағам. Сүт өнімдерінен көптеген тағамдар дайындалады. Мына бейне жазбаға назарымызды аударамыз. Келесі жұмысымыз ақлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам деген сөйлемді, жол парағы кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай көркем етіп дәптерге жазамыз.
көркем жазуды жазып болсақ, оқулықтарымыздағы 3-ші жаттығу. Өлеңді шатқа жаз. Құрт. Қатты құртты жейміз, дәмі қышқыл дейміз. Салма артық күшіңді, сындырасың тісіңді. Осы өлеңді жаттап, содан кейін дәптерге қатессіз жазамыз. Құрт сөзі құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны береді. Бұл тағамның өзіндік ерекшелігі бар. Ақуызға өте бай және кальцийдің көзі. Арнайы зауытта дайындалған сүзбеде ақуыз мөлшері 16% болса, құрттағы ақуыз мөлшері 53%. Құрамында А, В, С дәрумендері, мыс, мырыш, күміс, темір, кремний, магний, кальций, алюминий микроэлементтері жетерлік. Сол себепті құнарлы, тоқ тағам болып есептеледі. Жасалу тәсілдеріне қарай құрттың сықпа құрт, ақ құрт, қара және майлы құрт деген түрлері бар. Қазақ ырымы бойынша кеппеген құртты жеуге алуға болмайды. Егер кеуіп үлгермеген құртты алып жесе, жауын жауады дейді. Химия, медицина ғылымдары пайда болмай тұрып, ішерасын талғай білген қазақ данышпан халық. Аузынан аға ажырамаған халқымыз қымыз ішіп, құртын жеп отырбақ көптеген кеселдің алдын алған. Кепкен құртты мүжіген баланың тісі сау, сүйегі берік болады. 90-нан асқан кез келген қариядан ұзақ жасаудың сырын сұрасаңыз, міндетті түрде ағарған ішіп құрт жегенін айтады. Ғалымдар құрттың ұзақ өмір сүруге септігі барын дәлелдеген. Бұл тағам расымен адамға қажетті биологиялық қоспалар мен түрлі дәрумендердің біразын жолда қалдырады. 100 грамм сүзбенің қуаты 227 килокалория болса, құртта 370. 100 грамм құрттан ағзаға 60-ға жуық килокалория беріледі. Осыған қарап, құрттың пайдасын пайымдай беріңіз. Жарайсыңдар балалар, сендер құрт туралы өте қызықты деректермен таныс болдыңдар. Ал енді 4-ші жаттығу суреттегі көкөністердің аттарын тап. Содан кейін көкөністердің түрі мен дәмі жағынан салыстырып көресіңдер. Мысалы, пияз ащы, ал қызылша тәтті. Қияр бұдыр, ал қызанақ. Өзің жалғастырып көр әрі қарай. Балалар, сабағымыздың соңын кері байланыспен аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта не білдім, не үйрендім, не білгім келеді. Өз ойларыңызбен бөлісеміз. Сау болыңдар.